12 жасқа толған балаларға арналған. Қайырлы кеш, құрметті көрермендер, эфирде елге қызмет хабарының кезекті саны. Біз бүгінгі хабарымызда көктемгі және күзгі әскерге шақырылым турасында әңгіме өрбітеміз. Студиямыздың бүгінгі спикерімен таныс болыңыздар. Ақтөбе облысы бойынша қорғаныс істер жөніндегі департамент басшысының орынбасары Асқаров Ернұр Ерхатұлы бүгін студиямыздың спикері. Ернұр Ерхатұлы, студияға қош келдіңіз. Жалпы Ақтөбе облысы бойынша бүгінгі таңда көктемгі және күзгі әскерге шақыру науқанының жүргізіліп жатқандығын білеміз. Әр шақырылым сайын қанша боз бала әскерге аттанады? Әңгімені осыдан бастасақ. Енді қазіргі кезде Ақтөбе облысы бойынша біз негізі шақырылу науқаны Қазақстан Республикасының президентінің жарғысы негізінде әскери қызмет және әскери қызметші мәртебесі заңының негізінде жүргізіледі. Жылына 2 рет жүргізіледі. Ол көктемгі шақыру науқаны наурыз, маусым, күзгі шақыру науқаны қыркүйек, желтоқсан. Енді қазіргі кезде біз көктемгі шақыру науқаны кезінде наурызда басталды, маусымның 30-на дейін өткізіледі. Бұл жерде 1000-ның үстінде адам шақырамыз біз. Ақтөбе облысы бойынша көктемгі шақырылымның өзінде 1000-ның үстінде адам, яғни бір жылда бұл 2000 боз бала болуы керек. 3000-ға жақын шақырылады. Жоспар қойыла ма? Мысалға 1000-нан асу керек, немесе 850-ден асу керек, немесе тағы басқа бір арнайы жоспар қойыла ма? Бекітіле ме бұл жоспар? Бұл жерде Қорғаныс министрлігінен бізге жаңағы жоспар келіп түседі. Жоспарда ол жерде көрсетіледі. Бізде негізгі шақыру науқаны кезінде бұл Қорғаныс министрінің әскери бөлімдеріне шақырылады. Одан кейін оның сыртында ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара қызметіне шақырылады. Одан кейін мынау ұлттық ұлан ішкі істер министрлігі ұлттық ұлан әскери бөлімдеріне, төтенше жағдайлар мемлекеттік күзет қызметіне. Соның әрбір әскери бөлімдерге жоспар беріледі. Сол жоспарға сай біз сосын жұмыс жасаймыз. Жалпы саны да беріледі сіздерге, осы межеде ұстап тұру керек деген. Жаңағы жоспар берілгенде нақты жоспар беріледі. Сол жоспардағы санды көрсетіп, сол балаларды әскерге сосын жібереміз. Мысалғы биылғы көктемгі науқанда бізге шамамен 850 бала жіберілу керек болса. Жоспар бойынша, министрліктің бекітілуімен. Бірақ әскерге қойылатын талаптар, сонымен қатар олардың медициналық жағдай, денсаулығындағы ақауға байланысты болса, күрт төмендеп кетуі мүмкін ғой? Әлде міндетті түрде сол 850 деген жоспар орындауы тиіспіз бе? Енді бұл жерде жоспар халық санына байланысты беріледі ғой. Біздерде Ақтөбе облысы Ақтөбе орнасын алатын болсаңыздар, уже 960 мың халық саны бар. Енді сөзге қарап отырсаңыз, енді белгілі бір пайыздық көрсеткішпен беріледі, 1000 адам дегенің енді қарап отырсаңыз, ол азғантай нәрсе ғой. Бірақ жыл сайын туу көрсеткіші де әртүрлі цифраны көрсетіп отырады. Бұл да ерекшелікке алынуы тиіс, менің ойымша. Енді бұның бәрі бізде қазіргі кезде цифрландыруға байланысты, қазір интеграционный шлюз деген базамыз бар. Сол базада қанша жаңағы шақырылушы бар, қанша әскери міндетті барлығы саны көрсетіліп тұрады. Сол санға байланысты бізге жоспар беріледі. Болашақ сарбаздарға қандай талаптар қойылады? Жалпы әскери борышын өтейтін жігітке қойылатын талаптар қандай? Сонымен қатар кімдер босатылады? Әскери қызмет және әскери қызметшілер мәртебесі заңының 31 бабында көрсетілген, жаңағы 18 жастан 27 жасқа дейін кейінге шегерілуі жоқ азаматтар әскерге қатарына шақырылады деп. Енді бұл жерде қарап отырсаңыздар, әскери қызмет жаңағы заңның 35 бабында да көрсетілген. Кейінге шегерілуге кімдер жатады? Кейінге шегерілуге жатады оқып жатырған студенттер, жаңағы, одан кейін ауылдық мұғалімдер, дәрігерлер, жаңағы үйленген бір немесе бірнешесі баласы бар азаматтар кейінге шегерілуге жатады. Сондықтан кейінге бұл жерде өткізгенде де бірінші аудандық комиссия өтеді. Аудандық комиссия өткен кезде жаңағы даму базадан тексеріледі. Жаңағы
есепте тұр ма, қандай бір науқастықпен, одан кейін жаңағы дәріханаға барып, емханаға барып емделгені бәрі ма, барлығы көрсетіліп тұрады. Сол бойынша комиссия өткеннен кейін дәрігерлер, ауданның дәрігерлері қарайды, қарап болғаннан кейін облысқа жібереді. Облыста жаңағы тағы тексеріледі, ішкі құрылысты барын тексеріп, одан кейін барып, жаңағы жарамды болып, кейінге шегерілуі жатпайтын азамат болатын болса, әскер қатарына кетеді. Ал кейінге жаңағы комиссия мүшелері толық отырып, жаңағы қарайды. Ол жерде кейінге шегерілу болатын болса, жаңағы отбасы жағдайына, тағы жаңағындай білім жалғастыруға, онда кейінге шегерілуге жатады. Отбасы жағдайы деп қалдыңыз. Қандай жағдайда отбасыда, қандай жағдайға байланысты бала әскерге жіберілмейді, немесе кейінге қалдырылады? Енді отбасы жағдайына байланысты жаңағы бір немесе үйленген, бір немесе бірнеше баласы болса, кейінге шегеріледі, ондай кейінге шегеріледі. Бұл қанша уақытқа, бала неше жасқа дейін келу керек? Бала бұл жерде бір комиссия өткеннен кейін, аудандық комиссия өткеннен кейін, жаңағы оған комиссия өткеннен кейін кейінге шегерілуге беріледі. Одан кейін оны жаңағы үйленген бір немесе бірнеше баласы болатын болса, жаңағы анықтаманың негізінде ол кейінге шегеріле береді. Сосын 27 жаста оны әскери міндеттілер қатарына базада өзгертіледі. Интеграционный шлюз базасында мүлдем босатылады. Әскери міндетті оқпады. Ол мүлдем босатылғанда, шақырудан босатылады. Шақырудан ғана бұл жерде босатылады. Тағы бір мәселе, сіз жаңа 27 жасқа дейін дедіңіз, бірақ халықтың арасында қазір бір қауесет бар ма, бір ақпарат тарады. Әскерге борышын өтеушілерге және ұзақтығы 29 жасқа дейін ұзартылуы мүмкін деген. Бұл қауесет пе, әлде рас ақпарат па? Жоқ, енді бұл жерде жаңағы әскери қызмет және әскери қызметші мәртебесі заңының 31 бабында нақты көрсетілгенді, ол 18 жастан 27 жасқа дейін деп. Сондықтан бұл қазіргі таңда ондай өзгеріс қандай жоқ, сондықтан бұл қауесет. Яғни заңға әзірге өзгеріс енгізіліп жатқан жоқ. Заңға өзгеріс енгізілетін болса, бұл 29 жас деп те өзгертілуі мүмкін ғой әбден. Ол өзгертілетін болса, ол қазір өзгертілу қарастырылмаған. Қазір яғни қауесет деп айта аламыз. Қауесет. Енді кафедра оқығандар әскер қатарынан босатыла ма? 27 жасқа дейін жыл сайын шақырту алады бұлар. Кафедра оқудың не пайдасы бар сонда деген пікір қазір қоғам арасында өте көп айтылады. Енді әскери кафедра, жоғары оқу орындарында бар. Енді бұл жерде жоғары оқу орындарында әскери кафедраға түседі. Әскери кафедраға түскеннен кейін ол оқиды ол жерде. Жаңағы дайындықты өткеннен кейін бұлар офицер атағын алады. Офицер атағын алғаннан кейін бұлар арғарда 2 жылға шақырылады. 2 жылға ол жерде сіз дұрысыңыз, ол шақырылған кезде ол уже офицер мамандығы, өзінің мамандығы бойынша барып, жаңағы оның қарамағында сарбаздар болады. Сондықтан ол кәдімгідей келісімшартпен қызмет етуге барады. Келісімшарттан бас тарта ала ма? Жоқ, ол міндеттеледі. Ол міндетті түрде. Ол үкіметтің қаулысының негізінде ол міндеттеледі. 2 жыл қызмет Ол борышын қандай салада жұмыс жасасын, бұл міндеттеледі, Енді бұл әлде жерде бұл салаға да қатысты ма? Ол салаға да байланысты. Сондықтан бұл жерде негізінен ол міндеттеледі. 29 жасқа дейін ол жаңағы 2 жылға борышын өтеуге міндеттеледі. Менің білуімше, мектеп мұғалімдері әскерден босатылады, солай ма? Мектеп мұғалімдері жаңа әскери қызмет және әскери қызметшілер мәртебесі заңының 35 бабына байланысты жаңағы мамандық бойынша мектеп мұғалім болып мамандығы бойынша бітірген болатын болса, жаңағы мамандық бойынша жұмыс істейтін болатын болса, сол жұмыс істеген уақытына байланысты ол кейінге шегеріледі. Но жұмысты тастап басқа мамандыққа кететін болса, онда ол кейінге шегерілуден айырылады. Мектеп мұғалімдеріне қатысты ма, әлде ол колледж оқытушысы болуы мүмкін, жоғары оқу орындарында қалуы мүмкін мұғалімдікпен айналысып? Әлде бұл тек мектеп мұғалімдеріне қатысты ма? Жоқ, ол бүкіл мұғалімдерге. Бүкіл мұғалімдерге қатысты. Түсінікті. Жергілікті әскери басқару органдарын қандай мемлекеттік қызметтер көрсетеді бүгінгі таңда? Жергілікті әскери басқару органдары 5 мемлекеттік қызмет көрсетеді. Ол айтып өтетін болсақ, әскери міндеттер, әскери билет немесе оның төл нұсқасын беру, одан кейін әскери қызмет туралы мәліметтерді өзектендіру, одан әскери шақырылушылар мен әскери міндеттер, әскери техникалық және басқа да әскери мамандықтар бойынша даярлауға жіберу, әскери міндеттер мен әскери шақырылушылар әскери есепке қою, одан кейін Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне куәліктер беру. Осы 5 мемлекеттік міндетті атқарып отыр. Алғашқы әскери есепке қою
бүгінгі таңда қалай жүргізіледі, бір өзгерістер бар ма? Енді Жалпы түсіндіріп өтіңізші көрермендерімізге, алғашқы әскери есепке қою дегеніміз нені білдіреді? Алғашқы әскери есепке қою деген 17 жаста бұрынғы біз қаптау комиссиясын өткізетін тұғымыз ауданға шақырды. Балаларды қазіргі кезде смарт дат үкімет бөлінісі бізде қосылған қазір, интеграцияланған қазір цифровизацияға байланысты 17 жасқа толған азамат біз базада уже оның құжаттары бәрі бүкіл интеграция денсаулық сақтау министрлігінің жаңағы базасымен, одан кейін білім министрлігінің базасымен бары интеграция жасалған. Сол жерден бүкіл мәліметтерді аламыз, солай есепке қоямыз. 17 жасқа толған азаматтарды барлығын солай есепке қоямыз. Одан кейін ол уже есепте тұрғаннан кейін ары қаратай уже онымен содан кейін барып уже есепте тұрғаннан кейін оқу орнын бітіргеннен кейін ары қаратай уже шақырылуға жататын, солай біз есепке қойғаннан кейін солай база құрылады негізі. Ернар Ерхатұлы, айтыңызшы, сіз айттыңыз, маусымда осы көктемгі шақырылымда 1000-ға жуық баланы әскер қатарына шақыруымыз керек деп. Денсаулығындағы кінәратқа байланысты қанша пайызы әскерге бара алмай жатады? Қазіргі бозбалалардың денсаулығы түсінікті, өте көп кінәраттар бар, оны мойындауымыз керек. Негізінде қандай кінәраттар бұлар? Енді қазіргі кезде мына заманға сай болғандықтан қазіргі кезде көзбен, одан кейін мынау ішкі құрылыстарында кінәраттар болып жатады. Енді бұл жерде өткізген кезде біз аудандық комиссия өтеді дедік қой, аудандық комиссия өтеді. Енді ауру бір күнде өрнеселмейді ғой. Сондықтан оны мектеп жасында кезінде де скринингтер өткізіп жатады қазір дәрігерлер. Сондықтан соның базаға түсіп отырғандықтан соның барлығы тексеріледі, оның барлығы. Ол комиссия өткеннен кейін бізде іш құрылысты полностью тексертті, өзімізде тексеріп, қарап, сосын барып дәрігерлер, если бір кінәрат нақабыл болып тұратын болса, дәрігер өзінің шығарған үкімінде сенімсіз болатын болса, оны қосымша емделуге жібереміз. Ол басқа денсаулық сақтау мекемесіне барып, қосымша емделу өткеннен кейін акты береміз, актымен заключениесін алып келгеннен кейін комиссия отырып, сосын барып шешім қабылдайды. Қазір маусым айы. Жоғары оқу орнын немесе орта арнаулы оқу орнын бітіретіндерге диплом табысталатын уақыт. Халықтың арасында мынадай сөз бар. Ер балалар диплом табыстауға бармайды. Жоғары оқу орнын бітірсін немесе орта арнаулы оқу орнын бітірсін, өйткені қорғаныс істер жөніндегі департаменттің өкілдері осы жерде әскер қатарына диплом алған бойда алып кету әбден мүмкін. Мұндай фактілер тіркеліп жатыр деп тіпті әлеуметтік желіге де салып жатады. Осыны түсіндіріңізші, бұл қаншалықты шындық? Енді біз интеграционный шлюз базасында көрсетіліп тұрады. Балалар оқуды қашан бітіретіні. Нақты датасымен барлығы олар оқуға түскен кезде интеграция жасалған. Сол жерде түскен туралы оқу орнының бұйрығы тұрады, одан кейін қашанға дейін оқиды, содан кейін қашан аяқтайтын жөнінде мәліметтер толық бар. Енді ондай сіздің қауесетіңізге мен келіспеймін, Индира ханым, өйткені себебі несіне бармай жатыр балалар диплом табыстау салтанатына? Өйткені бізде ондай, біз балалармен егер ондай факті болмаса, не себепті бармайды? Оқып отырған кезде, міне қазір бізде наурыз айынан басталды ғой, наурыз айынан маусым айына дейін біз оқу процесі кезінде олармен үгіт насихат жүргіземіз. Сол кезде балалар шығып жатса, экстерн түрде олар 2 айға экзаменге дейін, оқу аяқтауына дейін 2 ай бұрын экстерн түрде экзамен тапсыруға болады. Экзамен тапсырып, одан кейін барып ол баланы әкетеміз. Абылай біз университетке барып, ондай алып өтті, ондай жоқ. Диплом табысталғаннан кейін, өткен сіздердің алып кетулеріңізге құқыларыңыз бар ғой, өткен дипломын алды, бұл ешерде тіркеуде жоқ бұл бала. Енді бізде қорғаныс министрі негізі бірінші оқуға түскеннен кейін толық оқуды бітіргенше мүмкіндік береді. Мүмкіндік берілді, дипломын алды қолына. Сол сәтте? Сол сәтте әкетілмейді. Сол сәтте әкетілмейді ол. Яғни бұл заңсыз болып табылады? Бұл заңсыз. Түсінікті. Ал енді көшеде алып кету, подъездің алдында, саябақтарда дәл осындай факті әлеуметтік желіде өте көп тарайды.
Бұны қалай түсіндірер едіңіз? Бұл туралы айтылды, алып кетуге болмайды деп. Енді Конституцияның 36 бабында отанды қорғау әрбір азаматтың қасиетті парызы мен міндеті делінеді. Енді бұл жерде сіз дұрыс түсініңіз, бұл отанды біз отанымыз деген ол осы біздің Қазақстанымызды қорғайды, ешқайда кетпейді. Сондықтан бұл жерде жаңағы көшелерден алып кету дегендерді енді жаңағы бірінші хабарлама повестка беріледі. Одан кейін қазір оның өзін цифрландырды. 14-14-тен SMS сообщение келеді. SMS сообщение 1 жібереміз, 2 жібереміз, 3 жібергеннен кейін жаңағы әкімшілік жаза қарастырған. Айыппұл бар ғой. 647 бап бойынша айыппұл қарастырылған. 5 айлық есептік көрсеткіш. Одан кейін жаңағы келмейтін болса, уже жаңағы 5 айлық есептік көрсеткіш айыппұл салынады. Одан кейін барып тағы келмей жататын болатын болса, тағы жаңа шақырту қағаздары беріледі. 14-14 арқылы жіберіледі телефонына. Одан кейін ішкі істер министрлігінің полиция өкілдеріне тізім беріледі. Жаңағы тізім беріледі, сосын о бала уже тізім беріліп, одан кейін полиция қызметкерлері олар бізге алып келеді. Ол бар. Ол бар. Полиция алып келеді, алып келгеннен кейін жаңағы бала комиссия өтеді, толық. Жаңағы комиссия өткеннен кейін барып, жаңағы комиссия мүшелері қарайды, жаңағы кейінгі шегерілуге жата ма, или жаңағы денсаулығына қандай да бір шағым бар ма екен, сосын барып, уже әскер қатарына, если ешқандай өлім болмайды, кедергі болмайтын болса, онда әскер қатарына кетеді. Тағы мынадай сауал, денсаулығына қатысты кінәратқа жаңа тоқталдық. Осы жерде қазір енді көз ашық қой, барлығы да үнемі скрининг өтіп тұрады кез келген адам. Чекап өтіп тұрады. Бірақ осы скрининг пен чекаптың нәтижелеріне де көбінде, мысалы, әсіресе обыр аурулары ол көрінбейді көп жағдайда. Дәл осындай чекап, не скрининг анықтамайған жағдайда олар әскер қатарына кетеді. Бір келеңсіз жағдайлар болып жатады. Кейде ұрып соққаннан болды, басқа да нәрсе болды деп жатады. Мүмкін оның астарында созылмалы аурудың да әсері болуы мүмкін ғой кез келген баланың. Осы жерде комиссияға қол қойып, әскер қатарына жіберілген медициналық комиссияның мүшелері жауап бере ме? Ол жаңағы бір нақа әскерге кеткеннен кейін жүрек талмасы болуы мүмкін, бірақ ол комиссия барысында көрінбеуі мүмкін. Немесе созылмалы ауру көрінбеуі мүмкін, ол баланы өзі де білмеуі мүмкін. Немесе біз айтып отырған обыр ауру басталып келе жатуы мүмкін. Сол себепті мынау УЗИ брюшной полости дейді ғой. Орысша айтқанда мынау ультрадыбыстық зерттеумен бірақ ол көрсетпейді оларда. Ол жерлер көрсетпейтін болатын болса, ол әскерге барғаннан кейін жаңағы сіз айтқандай бір ауру шығып, нақа жаңағы сондай болып жататын болатын болса, ол жерде ол бірінші госпитальға жіберіледі. Госпиталь қарайды, емдейді. Емдеге келмейтін болады жағдай болатын болса, жаңағы оны военно-врачебная комиссия дейді, ол списать етеді. Жаңағы списать еткеннен кейін жаңағына ол кезде ол связаны с воинской службой қызметпен байланысты және байланысты емес дейді. Жаңағы байланысты емес болатын болса, онда қызметтік тексеріс жүргізеді. Жаңағы дәрігерлерден кім жіберді, қалай жіберді, комиссия құрамында кім болды, кім қол қойды, жекесі ол толық барлығы тексеріледі. Сондықтан бала кеткеннен кейін ол военкомат ойлайды, қорғаныс істері жөніндегі бөлімдері, департаменті балаларды жібереді болды. Біз одан кейін де ол кигенше біз ол жауапкершілікті өзіміздің мойнымыздан алмаймыз. Әскер қатарына барып келемін, ол үшін менің бірыңғай ұлттық тестілеуіме жеңілдік бола ма, оқуға түсуіме жеңілдік бола ма дейтін балалар әлі қоғамда бар. Тіпті бір кездерде колледж оқушыларында алып кетіп, кейін сіз дипломыңызды келіп алуыңызға болады дегенде жеңілдіктер болды. Бірақ кейін ол балалардың көбі дипломын ала алмады. Өйткені ол оқылым болған жоқ ол жерде. Осыны түсіндіріңізші. Бұл жерде біз жаңағы баланы әкеткен кезде, оқу орнынан әкеткен кезде, жаңа экстерн түрде айтып тұрмын ғой, жаңа экстерн түрде ол 2 ай бұрын экзамен тапсырады. Тапсырып кету керек. Да, тапсырып кету, емтиханын тапсырып кетеді. Тапсырып кеткеннен кейін барып, ол келгеннен кейін жаңағы келеді дипломын алады. Или дипломына жаңағы көбінесе колледждер түсінікпен қарайды. Колледж, университеттер түсінікпен қарап атады. Олар ата-анасына да беріп жіберіп отырған фактілер өте көп. Сондықтан бұл жерде сіздер енді дұрыс түсініңіздер. Бұл жерде біздің Қазақстанымыз болғандықтан ер азамат қашан өзгереді? Ер азамат әскерге барғанда өзгереді. Не себепті өзгереді? Өйткені ол жерде өбектейтін ата-анасы жоқ. Ол жерде жаңағы
бір тәртіп жүйелі түрде тәртіп бар, режим бар, распорядок дня бар. Сондықтан бұл жерде ол көреді. Жаңағы әлімжеттік бірдемелерді айтып, жаңа сіз бағдарламаның басында осы сұрақтарды қозғап жатсыз да, бұл жерде әлімжеттік деген кезде бұл жерде бір шақырылымдық қой. Мысалы, бір шақырылым 50 бала Ақтөбеден кететін болса, 50 бала сол бірге бір жерде жатады, бірге бір тамақты бөлісіп ішеді, сосын жаңағы киімдерді барлығы да бірдей болып, сондықтан ол жерде ондай өрнек көріп тұрған жоқпын. Одан кейін әскерде жаңағы көп балалар да кейде барғысы келмейтін, қорқыныш, үрей болатындар болады. Ол мен де әскерге барған кезде сондай үрей болған. Но аншеге барғаннан кейін жаңағы ол жердің орны бөлек. Кәдімгідей тәртіпке, өз артыңнан жинауға, тазалыққа бәріне үйретеді. Ең сонда мысалы балаларды қазір қарасаңыз, міне балаларды біз күтіп аламыз, шар салып алатымыз салтанатты түрде. Сол кезде қарасаңыздар, балалар кетіп бардығанда мен жылаған бала көрген жоқпын, көзіне жас алған. Қысылады шығар қатарластарынан. Ал енді қараңыз, әскерден келе жатырған кезде, жаңағы әскерден келгенде сіз бір өнеде келіңіз, жаңа салтанатты түрде қарсы алып жатамыз ғой әскерде. Әскерден келген бала жаңа қоштасып жатқанда жылап тұрады, көзіне жас алып. Ер азамат. Сондықтан қимастық, бауырмалдық кәдімгідей сондай тәрбиеленеді. Одан кейін ол ертең болашақта да әскер не нәрсе үйретеді? Әскер жаңағы шыдамдылық, төзімділік, патриотизмді үйретеді ғой. Патриот азамат болатын болса, ертең қай салада жұмыс істесе, еліміздің өркендеуіне өзінің үлесін қосады. Дұрыс айтасыз, ел қорғайтын азамат ол отбасында қорғай алады. Отан алдындағы борышын өтеу деген сөзді біз бір үлкен пафоспен айтатын едік. Сол дүние бізге қайтып келу керек сияқты, өйткені шын мәнінде ер азамат қай ел басына күн туған кез келген жағдайда ол дайын болуы керек. Сондықтан әңгімеңізге рахмет. Құрметті көрермендер, осымен біздің бүгінгі хабарымыз аяқталды. Студиямыздың спикері болған Ақтөбе облысы қорғаныс істері жөніндегі департамент басшысының орынбасары Асқаров Ернұр Ерхатұлы. Ал мен өздеріңізбен қоштасамын. Эфирде жүздескенше сау саламатта болыңыздар.